Тағайын біздің болашағымыз бірлікте. Ел тәуелсіздігімен әнші Аллажар Қайбар да сіздерді құттықтайды. Ендеше кезек берейік. Сосын сразу домбыра бітет бастайсыз, иә? Даусын толық шықпай жатыр ма? Аха. Тембрім қалай болып жатыр? Жақсы. Сол ең басындағы шығарып кішкене. Аха. Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Дәл қазір мына студияда Аламан тобының мүшесі Аллажар мырза ән жаздыру үстінде. Қазір әншімен сұхбат өрбітіп көрмекшіміз, неге көрмекшіміз дейсіз ғой, өйткені әнші біздің мұнда келетімізден бейхабар. Қалай, ән жақсы болып отыр ма? Жақсы. Ассаламалейкум, жігіттер. Уағалейкум ассалам. Қайдан жүрсіздер? Қалыңыз қала. Ай өттіңіз аға. Ескертусіз келгенімізге қайырлы таң дейміз. Қайырлы таң, таң аттай. Қадыр ақынның өлеңі бар ғой, жалпы екі ішектің бірін қатты, бірін сәл-сәл кем бұра. Енді байқауымша сіздікі екі ішек емес, үш ішекті сияқты. Домбырамен үш ішекті қазіргі айтып жатқан әніме байланысты ғой енді. Домбыраның бұл үш ішекті болатын, мен айтып жатқан ән Алтай Тарбағатай әні болып есептеледі. Бұнда пентатоникалық дауыс басым болғаннан кейін үш ішекті домбыра пентатоникалық дауысты жақсы көреді, сондықтан осы әнге бұл домбыра жақсы келеді. Бұл домбырамен Абай атамызда ойнаған сол кісінің мұражайында тұр. Бала кезіміздің көзімізге қанық болып өскен, қолымызға ұштап өскен дүние. Екі ішектен бір аса бір артықшылығы жоқ. Бар артықшылығы үшінші ішегінде ғана. Енді сізбен бізді тамашалап отырған сан мыңдаған көрерменге қызық деп ойлаймын. Мысалы, мұғалімдер таң атысымен мектепке барады. Жаңағы мемлекеттік қызметкерлер мекемеге барады. Енді әншілер, соның ішінде сіздің әріптестеріңіз ұйқыны жақсы көретінін білеміз. Сіздің таңыңыз неден басталады? Жалпы мен өзім қызмет ететін жерім президенттік оркестр. Ол жерде әскери адамдарымызды біз. Сондықтан бізге ұйқы деген дүние көп қызық емес. Таңертең ерте тұрып, сағат 6-7-тен тұрып, шаруаларымызды атқарып кете береміз. Негізі өнер адамдарының ұйықтайды деген әңгімесі, бұл енді ертедегі болған дүниелер ғой, енді анау студенттік шақта болып жататын дүниелер, мен бір-екі адамның көзіне түсіп болған дүние шығар. Әйтпесе қазір өнер адамның бары ел қатарлы таңнан атысынан бастап қызметтерін, жұмыстерін атқарып жүре береді. Сіздің студияңызға келіп тұрып, бір ән сұрамасақ бізге айып болар, бір әу деп жіберсеңіз. Таңертең айғайлап өлең айту оңай емес. Бәрекелді аға. Жалпы баяғыда біздің кішкентай кезімізде үйге келген үлкендер кімнің баласысың деп сұрайтын. Сол кісілерше айтатын болсам, сіз кімнің баласысыз? Мен негізі шалдың баласымын, атамның баласымын. Ол кісілер енді әкеміз бен шешеміз қазақта өз ертедегі дәстүр ырым солай болды ғой. Өзіндегі үйіне шаңырағына келген тұңғыш ұлын атасы мен апасына беріп жатады. Сол мен атам менен әжемнің апамның қолында өскен, менің алдында қыз бала болғандықтан, одан кейінгі дүниеге келген мен ұлы бала екен. Мені қызықтап атам қолына алған бесікке өзі бөлеген екен. Ешқандай кемпір шалдарының қажеті жоқ. Бесікке өзім бөлейін, өзім саламын деп, сол қария атамыз өзі салған екен. Ол кісі жасы 100-ден асып кетті, көптеген тарихи дүниелерді айтты. Осы әуен өлеңдердің бәрін сол сыңылдап айтып отыратын, негізгі әуен өлеңдерді сол мен атамнан естіп үйренген. Аға, енді ата жүзіңіздің қолында өссеңіз, шайдың қадірін өзгелерден ерек түсінеді деп ойлап, неше келелі сұхбатымызды, әңгімемізді қою шайдан алып отырып жалғастырсақ, қалай қарайсыз? Бәрекелді. Қариялармен отырып шелектеп шай ішіп үйреніп алғанбыз. Бәрекелді, жүргізіңізші. Биыл тәуелсіздіктің ақтаң атып, егемендігімізді тізгіндегенімізге 25 жыл. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдары атажұртқа ат басын бұрған қандастың бірісіз. Енді ол кезде 12-13-тегі баласыз. Қандай сезімде болдыңыз? Балалық сезімді, балалық қуанышты оймен айтып жеткізу мүмкін емес. Сол кезде
бүкіл елдерге көшіп жатты ғой. Күллі әлем қазақ тәуелсіздігін алды деп күллі әлемнің қазақтары қуанысып жатты. Біздің ата-анамыз, туған-туысқандарымыз барлығы бір маңға, бір өлкеге, бір жерге жиналды. Біз осы жаққа көшеміз, өзіміздің еліміз бар, жеріміз бар деген бір кеуделерінде мақтан болды. Енді біз бала болсақ та, соны сәл де болса сездік. Сосын барлығы бері қарай үдере көшті, көшердің алдында той жасады. Мұнда көшіп келдік, біз көшіп келген бетте елдің Қазақстаннан ел ағайын жұрт барлығын көрсетіп, қолына домбыраларын айтып, арнауларын айтып, жаңағы ақсарбастарын сойып, үлкен тоймен қарсы алып, тоймен шығып, тоймен келдік. Сондай бір үлкен сезім болды. Енді сіздің шығармашылығыңызға қарай қойса, Қаламан тобы тыңдармандарын қандай жаңалықпен қуантпақ, өзіңіз немен айналысып жүрсіз? Қазір бір үлкен екі әнді жазу үстіндеміз. Біреу осы тәуелсіздігіміздің 25 жылдығына арналған арнайы ән. Екіншісі қазір елімізді, жерімізді қорғап жүрген әскерилер ғой, жаны шүберекке тиіп, күн-түн демей шекарада көз ілмей ұйықтамай жүрген азаматтарымыз. Соларға арнаған әскери өлең, осы екі өлеңді жоспарлап қазір жасап жатырмыз. Құдай қаласа сүйіншілеп онда жеткізетін боламыз. Мен Алтай Тарбағатай әндерін барлығын жинақтап, Сұлубай Батырдың әні, Осман Батырдың әнді, Осман Батыр жайлы ән, Бүркітбай Батыр жайлы ән, жалпы сондай дүниелердің бәрін, Зұқа Батыр жайлы ән, Зұқа Батырдың 150 жылдығы болып жатыр міне. Сол әндердің барлығын, термелердің барлығын, қисса дастандардың барлығын, Ақыт Қажы атамыздың қисса дастандардың барлығын жинақтап жазып жатырмыз студияға. Өздеріңіз көрдіңіздер бағана. Енді соған арнайы күй табақ шығаруға, диск шығаруға дайындалып жатырмын. Тіпті оларға бейне, кішігірім бейне баянда түсіріп жатырмыз. Солардың барлығын жинақтап, бейне таспа, жаңағы аудио диск шығаруға дайындалып жатырмын. Өзімнің жаңалығым сол. Спорттың қай түрімен айналысасыз? Қайсы оң жамбасыңызға келеді? 7 жыл күреспен айналыстым, қазақша күреспен. Ресейге де барып күрестім. Ол кезде мектепте оқып жүрген кезім еді. Құрметті көрермен, Аллажар мырзаның күрестен бөлек үстел теннисімен де кезінде шұғылданған біреу өлсе біреу өлмес. Ендеше әнді айтылды, шай да ішілді, енді біраз барып бой жазып теннис ойнасақ. Қарсы емессіз бе? Бәрекелді. Жоқ, қарсы емес, ойнайық. Ал енді бағана домбыраны оң қолмен тарттыңыз аға. Енді міне қалақшаны сол қолмен ұстап тұрсыз. Бұның сыры неде? Жалпы мен негізі солақ аяғым. Бала кезімде сол қолымды байлап қойып оң қолмен жаздырамыз деп біраз әрекет еткен екен, оң болмаған екен. Ал домбыраны үйренген кезде оң қолмен тартып бастап үйреніп кеттім, неге екенін білмеймін. Домбыраны оң қолмен ойнаймын. Тамақты оң қолмен ішін, қалған дүниелерді бірақ солақ қолмен жасалады. Бұл теннис спортына да қызығушылығыңыз қай кезде басталды? Қашаннан бері ойнап жүрсіз? Күреске бардық сол кезде. Күреске қатысқанда бәленбай шақырымға жүгіртеді, велосипед тепкіледі. Теннис ойнатады, ойна келгендерін істейді ғой. Сонда бір күн айтты, осы теннисті кім жақсы ойнап, бірінші орын алады, соған күрестің борцовкасын береміз деді. Ол кезде борцовка деген алтыннан қымбат табылмайды ауылда. Борцовка кигенің бір сұмдық абырой болып есептеледі, содан дайындалдық соған бір ай бойы. Соны жеңу үшін. Сосын ақыры сол жарысқа қатысып, сол борцовкасын ұтып алдық. Содан басталып кеткен осы теннис ойнау деген дүние. Ал Аллажар аға жақсы ойын көрсеткен үшін рахмет. Құрметті көрермендер, бүгін Аллажар мырзаны жан-жақты қырынан таныдыңыздар деген үміттеміз. Ал бұл айдарымыздың келесі аптаға кейіпкері кім болмақ? Асыға күтіңіздер.